Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен Текелі қаласы номер 8 орта мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесіндегі алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің жетекшісі Мұрат Құрманғазы Тұрғанбекұлы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тыныс алу мүшелерін қорғау құралдары. Сабағымыздың мақсатына тоқтала кетсек, жалпы әскери газ тұмылдырық құрылғысы туралы білу, газ тұмылдырықты кию ережелерімен танысу, және де тыныс алу мүшелерін қорғайтын қорғаныс құралдары түрлері. Жеке қорғану құралдары ағзаның ішіне, тері жабындыларына және киімге радиоактивті уландырушы заттар мен биологиялық құралдардың түсуіне қорғауға арналған. Қорғау тәсілі бойынша тыныс алу мүшелерін қорғаудың қарапайым құралдары сүзгілік және оқшаулаушы деген екі түрге бөлінеді. Қандай да бір қорғану құралын таңдау олардың қызметін, қорғаныстық қасиеттерін, мән-жайларын, сипатын есепке ала отырып анықталады. Пайдалану үшін сүзгілік үлгідегі газ тұмылдырықтар неғұрлым қолжетімді, қарапайым және сенімді болады. Газ тұмылдырық адамның тыныс мүшелерін, беті мен көзін улағыш және радиоактивті заттардың зақымдануынан, зиянды бу, газ, түтін және басқаларынан қорғаныс үшін қолданылатын жеке құрал. Және де азаматтық пен жалпы әскери газ тұмылдырық құрылыстары бір-бірімен ұқсас, тек дулыға бетперде мен сүзгі тұтқыш қораптарынан құрылысында айырмашылықтары бар. Жалпы әскери газ тұмылдырықтарда тыныс алу органдарына келіп түсетін ауа сүзгілеу әдісімен тазартылады. Қазіргі уақытта халықты қорғау үшін пайдаланылатын газ тұмылдырықтардың неғұрлым кең тараған бірнеше түрлері бар. Және де оларды атап өтетін болсақ, ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ газ тұмылдырықтары. Жеке қорғану құралдары, тыныс алу органдарын қорғау құралдары, теріні қорғау құралдары және медициналық қорғаныс құралдары болып жіктеледі. Газ тұмылдырықтар тыныс алу органдарын көз бен терге уландырушы, радиоактивті заттар мен бірқатар басқа да зиянды заттардың түсуіне қорғау үшін арналған. Газ тұмылдырық беттік бөлім мен тікелей жалғастыру түтікшесімен біріктірілген сүзгілік сіңіруші қораптан құралады. Газ тұмылдырық жиынтығына сақтауға және тасымалдауға арналған сөмке мен терлетпейтін үлдірлер, сондай-ақ газ тұмылдырық үлгісіне қарай сүзгілік сіңіру материалынан жасалған күлпара, көзді қорғайтын үлдірлер жиынтығы, сөйлесу құралының мембраналары, қорапқа арналған тоқыма гидрофобты қаптама, салынбалы жылытқыш манжеттер, су өткізбейтін қапшық клапаны және зат белгісі бар торсық кіреді. Және де оқушылар газ тұмылдырықтың құрылысына суретке мән бере өтсек, суреттегі бірінші номерімізде М8 маскасы, екіншісінде қаптамадағы сүзгілік сіңіру қорабы, үшінші сөмке, төртінші зат белгі, бесінші су өткізбейтін қапшық, алтыншы терлетпейтін үлдірлер, жетінші салынбалы жылытқыш манжеттер, сегізінші полиэтилен пакеттегі клапаны бар торсық қақпақ. Және де сүзгілік сіңіру қорабы демалатын ауаны аэрозолдардан және уландырушы заттардың буынан, радиоактивті шам мен биологиялық құралдардан тазартуға арналған, ауаны аэрозолдардан, уытты түтіндер мен тұмандардан, радиоактивті шам мен биологиялық құралдардан тазарту аэрозолға қарсы сүзгімен, ал будан тазарту көмір катализаторының сіңіру қабатымен жүзеге асады. Беттік бөлім бет пен көзді уландырушы заттардан, радиоактивті шаңдар мен биологиялық құралдардан қорғау, тыныс алу органдарына тазаланған ауаны жеткізу мен көмір қышқыл газын сыртқа шығару қызметін атқарады. Газ тұмылдырықты пайдалану үшін дулыға бетперде мөлшерін дұрыс таңдап алған жөн. Бұл үшін екі түрлі өлшеу жасалынады. Иек самай және бастың ең жоғарғы нүктесі арқылы өтетін шеңбер сызығының ұзындығы және бір құлақтың тесігінен екінші құлақтың тесігіне дейін маңдаймен қас доғалар арқылы өтетін жарты шеңберлік ұзындық екі өлшеудің нәтижелерінен қосады. Және де беттік бөлімнің қажетін мөлшерін анықтайды.
Енді рұқсат етсеңіздер, қысқаша бір видеоға назар аудара өтсек. Газ тұмылдырықтың кию құрылысы. Газ тұмылдырық әдетте сөмкеде сол жақ бүйірде асып жүреді. Газ тұмылдырықты кию үшін тыныс алуды кідірте тұрып, көзді жұму, бас киімді алу, беттік бөлімді шығару және екі қолмен оны төменгі бөлігінен бас бармақ сыртында, ал қалған саусақтар ішінде болатындай етіп ұстау керек. Одан кейін беттік бөлімнің төменгі бөлігін екке әкелу және екі қолдың жоғарғы қарай жылдам қозғалысымен көзілдірік торабы көзге тура келетіндей тартып кию керек. Осыдан кейін демді толық шығарып, көзді ашып, тыныс алуды қалпына келтіру қажет. Кешіріңіздер. Және де осы сабақтың аяғында оқушылар өздеріңізге үй тапсырмасын дайындап қойған едім. Ақпарат көздерін қолданып, тыныс алу мүшелерін қорғайтын құралдарын сипаттамасын дәптерлеріңе жазыңдар. Және де мына жерде кесте дайын тұр. Атауы, бұл атауына газ тұмылдырықтың атауын жазамыз. Маркасына маркасын жазамыз. Салмағын жазамыз. Ұзындық мөлшерін, беттік бөлімін жазып шығамыз. Және де оқушылар, құрметті оқушылар, бүгінгі қашықтықтан оқыту сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.